Қайырлы күн достар. Бүгін қазіргі уақытта хит болып жатқан макулюбе тамағын дайындап көрмекшімін. Ол үшін бізге сәбіз, картошка, пияз және ет қажет. Ең алдымен тавамызда еттің өзін осылай қуырамыз. Май ештеңе құймаймыз. Ет кішкенен кейін өзінің жаңа суы бөлініп, міне осылай көріп тұрғандарыңыздай қақпағын жауып 30-45 минутта пісіріп аламыз. Егер су аз болып кетіп жатса, сәл су құйып қойсаңыздар болады. Енді тавамызға май құйып, алдын ала дайындап қойған картошкамызды екі жағынан қуырып аламыз. Егер достар менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Дәл осылай алдын ала дайындап қойған сәбізімізді де осы майға қуырып аламыз. Бізге керекті барлық ингредиенттерді төменде жазып қойдым, бірақ та жаңағы өзіңіздің үйдегі кісі санына қарай мөлшерін сол бойынша көптеу немесе аз мөлшерде дайындасаңыздар да болады. Енді тавамызға бір ас қасық май құйып, күрішімізді осылай қызарғанша қуырып аламыз. Біздің күрішіміз міне қызарып қуыра бастады. Енді жаңағы картошка сәбізімізді қуырған тавамыздың майын алып тастаймыз да, түбінде сәл су өзінің майы қалды. Ең астына пиязымызды орналастырамыз. Кейін пиязымызды орналастырғаннан кейін алдын ала жаңа дайындап қуырып пісіріп алған етімізді саламыз. Менде етім сәл аздау болып кеткен екен. Енді дәл осы ретпен сәбізімізді және картошкамызды салып орналастырамыз. Үстінен осылай нығыздап басамыз. Өткен төңкергенде шашылып қалмау керек. Және де күрішімізді салып, осылай үстінен тағы бір басып шығамыз. Енді қайнап тұрған суымызды 1 сантиметрден асыра күріштің үстінен құйып, дәміне қарай тұз саласыздар. 15 минуттай қайнатамыз. 15 минут, яғни пісіреміз. Бірінші қыздар, бір қайнағаннан кейін жаңа тұзымыздың түгелдей араласу үшін, күрішіміздің барлық жеріне су біркелкі тиюі үшін бір қайнаған кезде күрішімізді жаңағы араластырып аламыз. Міне бір қайнады. Енді сәл күрішімді осылай араластырып аламын. Кейін жай отта, отымның астын жайлатамын да, 10-15 минуттай осы жай отта қойып қоямын. Менде қыздар 15 минут өтті, күрішім пісті. Енді осындай табақтың бетін қойып, төңкеріп алатын боламын. Өте сақ болыңыздар. Мүмкіндігінше біздің жаңағы тамағымыз шашылмай, бәрі біркелкі рет-ретімен түсуі керек. Енді
кастрюлеміздің үстінен осылай қасықпен соғып шығамыз. Енді жайлап кастрюлемізді аламыз. Міне менің тамағым дайын. Енді алдын ала дайындап қойған қияр помидорымызды осылай жан-жағын орналастырамыз. Кейін айран құямыз. Айранды қимайым десеңіздер, жай ғана ыдысқа құйып, жан-жағына қойып қойсаңыздар болады. Дей тұрғанмен, бұл тағам менің үй ішіме өте қатты ұнады. Сондықтан да сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.